Сәлеметсіздер ме? Бүгін біздің жасайтын салатымыз слоеный. Оған қажетті бізге майонез, тауықтың еті, шампиньоны, жұмыртқа, картошка, пияз және де сәбіз. Тауықтың етін саңырауқұлақты, пиязды көбіктеп тураймыз. Сәбізді теркадан өткіземіз. Картоппен жұмыртқаны пісіріп алып, картошканы ірі теркадан өткіземіз. Жұмыртқаның ағын ірі теркадан өткіземіз. Сарысын ұсақ теркадан өткіземіз. Пияз бен сәбізді табаға майға қуырамыз. Жұмыртқаның ағына аз қасық майонез саламыз. Картошкаға 2 қасық, шампиньоныға 1 қасық астырамыз майонез қосқаннан кейін. Аздап тұздаймыз картошканы. Салаттың формасын сақтау үшін біз мынандай форма қолдана аламыз. Ең алдымен астына картошканы саламыз. Картошканы тегістеп болдық. Енді тауықтың етін саламыз. Үстіне майонездің сеткіш. Енді қасықпен тегістейміз. Енді бұның үстіне қуырылған пияз бен сәбізді саламыз. Үстіне тағы да бір слой майонез қосамыз. Тағы тегістейміз. Үстіне шампиньон саламыз. Енді жұмыртқаның ағын саламыз. Енді ең соңғы слой жұмыртқаның сарысын үстіне себеміз. Міне осындай бізде салат шықты. Біздің каналға жазуға ұмытпаңыздар, лайк қойыңыздар. Сау болыңыздар.